Қайырлы күн достар, біз сіздермен бүгін 5 минутта дайын болатын оладьи пісіреміз. Ол үшін бізге алдымен 2 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды жарып ыдысқа салып аламыз. Және жұмыртқаның бетіне қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Миксер болмаған жағдайда венчикпен араластыруға да болады. Жақсылап көпіршітіп аламыз. Және жұмыртқа мен қанттың үстіне айранды құямыз. Маған 1 кесе айран жетті, сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Қоспаларымызды араластырып болған соң аздап тұз саламыз. Сосын ас содасы жарты чайный ложка болу керек. Бәрін миксерлеп алғаннан кейін оған ұнымызды саламыз. Ұнды қасықпен өлшеп салу керек. Өлшемеген жағдайда ол қою болып қалады. Қатты сұйық болуға да болмайды. Мөлшеріне қарай саламыз. Және барлығын араластырып болғаннан кейін 1 қасық май құямыз. Салмамыз дайын болды. Оладьйіміз қызып тұрған тапаға салып пісіреміз. Мінекей өте жұмсақ, өте нәзік, таңғы шаймен өте күшті кететін, балалар жақсы көретін бәлішіміз дайын. Ал астарыңыз дәмді болсын.